Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті қазақ елі, сіздермен бірге Муслим 11 ата дәстүр асыл дін жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Ақылтайдың білімсіздік пен надандықтан шыққан кезекті сұрақтарына жауап береміз. Қателіктерін де айтып өтетін боламыз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа видео шыққанда бірден хабарлама келетін болады. Шайларыңызды дайындап, жақсылап жайғасып тамашалаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим, біз бастаймыз. Ахмет Яссауи бабамыздың ұстазы кім болған білесің бе? Юсуф Хамадани деген кісі болған. Кімнің? Ахмет Яссауи бабамыздың Арыстан баптан кейінгі екінші ұстазы Юсуф Хамадани деп жазшы. Айта беріңіз. Ол кім болған? Соң не үшін айтып отырғаныңызды айтып қойсаңыз, біз түсініп отырсақ. Иә, анау жаңағы сопылық деп айтып жатсың ғой. Сопылықта біздің аталарымыз Ханафи мазхабымен ұстанған да. Юсуф Хамадани Ахмет Яссауи бабамыздың ұстазы болған атақты көрнекті Ханафи мазхабының ғалымы. Юсуф Хамадани рахматулла алейхидің кім болғаны жайында қысқаша мәлімет айтып өтейін. Толық аты жөні Абу Яқуб Юсуф ибн Айюб аль-Хамадани. Түркі даласының ұстазы болған бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің Арыстан баптан кейінгі ұстазы болған Ханафи мазхабының көрнекті ғалымы. Шамамен 1049 жылы қазіргі Иран жеріндегі Шаханшах мемлекетінде дүниеге келген. Біздің Бәйдібек бабамыз осы Яссауи бабамыздың анау кесенесі толық бітпей қалады, соны бітіргізіп берген. Не істейміз енді? Бәйдібек бабамызға да тіл тигізесің бе, не істейсің, айтшы? Қазақтар қашаннан бері мешіт салғызғанын әйгілеп мақтаныш қылатын болған, мен соны түсінбеймін. Салсаңыздар да әрбірден соң ол Алланың алдындағы құлшылықтарыңыз емес па? Жоқ, сол сен Бәйдібек бабадан қарап отырсың ғой. Атеистке келіп аргумент қып салмағын қосқыңыз келіп отыр ма сонымен? Қожа Ахмет Яссауидің рухын ерекше құрметтеген Әмір Темір хан шамамен 1397-99 жылдары кесене тұрғызған. 1405 жылы Әмір Темір хан дүниеден өткен соң құрылыс тоқтап қалады. Тарихи дерек бойынша бітпей қалу себебі осы. Ал шежірелік жолмен жеткен халық аузындағы хабарларға сүйенсек, Бәйдібек би бабамыз осы кесене құрылысын өз билігі мен қаражатын пайдалана отырып жалғастырған. Саған бұл дерек әруаққа тас атпа, өз атаңа тіл тигізбе деген мағынада айтылған тарихи дерек. Надандыққа салынып, сөзден жеңілем деп қорқып, қазағымның ұлы тұлғаларын мойындамай ұлтшылдық туралы әңгіме қозғайсың. Өзінше ата дініміз ислам дінінен ілік іздегенің қай сасқаның? Жоқ, сол сен Бәйдібек бабаңнан тарап отырсың ғой, енді тіл тигізсеші енді. Көрейік. Не деп тіл тигізем мен? Сіздер по факту қазақтарға тіл тигізіп, тарихты бұрмалап, ана Ыбырайды редакциялап, сіздер ғой сол қазақтың басқасын басын қатырып жүрген. Анауын харам, мынау халал, дәстүрдің жартысын сіздер өтірікке шығарып. Ыбырай Алтынсарин өмір сүрген кезең 1841-1889 жылдар. Ресей империясының қазақ даласын толық отарлап, рухани және білім жүйесін бақылауға алған уақытта патша үкіметі қазақ қоғамындағы ислам ықпалын шектеуге тырысты. Себебі діни медреселер мен молдалар арқылы халықтың рухани тәуелсіздігі сақталып тұрды. Сондықтан олар татар-мұсылман ықпалын азайту, жұмсақ, діншіл, бірақ саяси тұрғыдан бейтарап ағартушыларды қолдау саясатын ұстанды. Алла деп жазса исламшыл деп қабылдануы мүмкін еді. Құдай деп жазса бейтарап қазаққа түсінікті. Әрі патша цензурасына қауіпсіз болды. Исламда бір Аллаға сену ең басты қағида. Ыбырай бір Құдай деп жазу арқылы Алланың бірлігін, таухидты меңзеген. Бұл да ислам сеніміне сай келеді. Сондықтан бір Құдай ол жерде жалғыз Алла дегенмен бірдей мағынада қолданылған. Енді Ақылтай саған сұрақ. Қазақтың қай көрнекті тұлғасы Құдай жоқ деп айтып еді? 1465 жылы қазақ хандығы құрылғаннан бері қарай мен атеистпін, мен тәңіршілмін деген қазақтың жоқ дегенде 3 тұлғасын дәлелі мен тарихи фактпен көрсете аласың ба? Ақылтайдың кезекті өтірігі мен манипуляциясына жауап. Дәстүрдің жартысынан көбін өтірікке шығардыңдар деген.
Бұл сөзіңе жауап Қазақстан Республикасы мұсылмандар діни басқармасының бабалар ізімен қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп атты кітабында 301 бетінде жазылған. Өз дәстүрінен түбегейлі бас тартып, өзге елдің теріс ғұрпын алуға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тыйым салған. Сонымен қатар шариғат теріс әдет ғұрыпты алып тастап, дұрыс дәстүрді құқықтық заңның бір қайнар көзі еткен. Ғафу жолын ұстан, надандардан теріс айналып, ғұрыппен әмір ет. Әл-Ағраф сүресі 199 аят. Ханафи деген домбыраны харам дейді ғой. 4 мазхаб харам дейді домбыраны. Қай кітапты алып келші, пәтуасын көрейік. Қай кітапты? Маған кітаптың не қажеті бар? Сіздердің доктриналарыңызда солай тұрды. Мұхаммед пайғамбарға барып алады емес пе соның бәрін? Әлде Мұхаммед пайғамбар о музыкалық аспапты харам деп айтып тұрып, бұлар харам емес, оказывается халал екен деп айта сала ма? Ақылтайдың сөзі бойынша 4 мазхаб домбыраны харам дейді екен. Ал енді бұған біздің муфтият KZ не дейді? Соны қарап көрейік. Жалпы музыка ғалымдардың арасындағы ең тартысты мәселелердің бірі. Өйткені музыканы ашық харам деп келген хабарлар сахих емес. Ал ол жайында келген сахих хадистерде анық харам деп айтылмаған дейді. Ал дәл сол фатуаның төменгі жағына түсетін болсақ, муфтият соңғы үкімінде былай дейді. Сан ғасырдан бері ислам дінін ұстанып келе жатқан қазақ халқының ұлттық аспабы домбыра арқылы ән, терме толғау шырқап, тыңдаушыны имандылыққа, ізгілікке, адамгершілікке, отанды қорғауға, ата-анамызды қадірлеуге шақырған. Сондықтан домбыра тартуға болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімі. Демек, ешқандай да домбыра харам емес. Ақылтай, сен бұл жерде тағы да өтірік шатандың. Не түсіндіресіздер бұны? Түсінбедім мен. Ақылтай, Ханафи мазхабында мынандай пәтуа бар. Әннің, музыканың пайдасы адал, зияны арам деген. Содан хабарың бар ма? Мұхаммед пайғамбардың сөзі өтпей ма сіздерге? Молданың құлы сөздер ма, әлде Алланың елшісінің сөзін тыңдайсыздар ма? Мен түсінбеймін соны әлі. Жоқ, енді мен Ханафи мазхабын ұстанушымын. Маған Ханафи мазхабымен әңгіме айт, басқасымен әңгіме айтпа. Ханафи мазхабының пайғамбарға қатысы бар ма жоқ па, соны айтыңызшы. Қатысы бар? Сіздер ана ойдан шығарып алған философский бір құдайларыңыз маған қажет емес. Маған діннің доктринасындағы құдай, оның елшісінің сөзі керек. Ай, ақылтай жарасың ғой сен. Егер Алла мен оның елшісінің сөзі керек болса, демек сен мұсылман болғаның ғой. Бұл қалай болды? Вот это поворот! Осындай көңілді нотада бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Тамашалағандарыңыз үшін Алла разы болсын. Жобаға қолдау көрсетем деушілер үшін реквизиттерді төменгі описание бөліміне қалдырдым. Барша қазақ еліме, мұсылман бауырларға Алланың амандығы, есендігі, берекеті болсын. Айтпақшы, Ақылтай, келесі жолы диспут ережелерін сақтауды үйреніп кел. Саған менен үй тапсырмасы. آمنت بالله وملائكته وكتبه